Қалалықтар мен шаһар қонақтарын халқымыз үшін орны ерек, беделді өр тұлға Қожаберген жырау қарсылатын болды. Петропавлға апарар негізгі жолдың бойында қолбасшы ақын бидің ескерткіші орнатылды. Қожаберген Толыбайұлының мүсінін қоладан жасауға 6 ай уақыт кетті. 18 вариантта 20 вариант жасалынды, соның ішіндегі осы вариант өтіп тұр ғой. Асты гранит постаменті, үсті бронза, ұзындығы 12 метр 85 сантиметр. Постаменті 7, мүсіннің өзі 525. Қожаберген жырау солтүстік қазақстандықтар үшін маңызды тұлға. Оның бірден бір себебі қолбасшы батыр қазіргі Жамбыл ауданында дүниеге келген. Сондықтан бұл тұлғаның есімі болашақ ұрпақ үшін аса маңызды. Мұны ескерткішті ашу салтанатына қатысқан меймандар атап өтті. Ұлттық кодымызды қастерлерге бағытталған үлкен шаралар жүзеге асырылып жатыр. Сол шаралардың барлығы халықтың тарапынан қызу қолдау тапты деп айтуға толық негіз бар. Президентіміздің осы бағдарламасының бір жемісі бүгінгі ашылайын деп тұрған үлкен ескерткіш деп айтсақ, ешқалай артық болмайды. Айта кету керек, Қожаберген жырау ескерткіші рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашылып отыр. Облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың сөзінше, ұлылардың есімдерін есте сақтап, құрметтеу әр қазақстандықтың міндеті. Қожаберген жырау мемлекет қайраткер, Абылай ханның кеңесшісі, Тәуке ханның замандасы, жеті жарғының жырына қатысқан батыр. Осы батырдың рухына біз әрдайым қасиет жасап, соны ойлау керекпіз. Тарих парақтарын ақтарсақ, Қожаберген Толыбайұлы өз заманының өр тұлғасы. Қолбасшы өмір сүрген уақытында Тәуке ханның жеті жарғысын жарыққа шығаруға үлес қосты. Ал Елімай дастаны арқасында халық қазақ тарихымен таныса алды. Қожаберген жыраудың ұрпағы болса, ескерткіштің ашылуы да өткенге салауат білдірудің бір жолы деп бағалап отыр. Егемендік келгеннен бері осы бабамыздың жолын қуып, осы кісіні көрсетейік, халыққа ұрпақтар білсін, келешек ұрпақ көрсін, ертең айта жүретіндей болып. Бұл кісі міне 70 жыл соғысып отыр. Өзі 97-ге қайтыс болды. Сондықтан бұл бабамыздың еңбегі өте зор. Салтанатты шарада ескерткіштің шымылдығын ашу мәртебесі облыс әкімі мен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарына берілді. Кейін зиялы қауым өкілдері монументке гүл шоқтарын қойды.